Ассалаумағалейкум автосүйер қауым, көптен бері болмадым. Байқап тұрғандарыңыздай каналдың атын өзгерттім. Себебі енді канал бір бағытта ғана емес, жан жақты болады. Сол себепті өзімнің атым тұрғанын жөн санадым. Қуанышты жаңалық, көптеп жоқ болғанның себебі де осы шығар. 3-4 әріптесім бар, аға әріптестерім, солармен бірге қазір кәсіп ашып жатырмыз. Өздеріңіз мынау обложкадан көргендеріңіздей, біз Алла қаласа енді Қытай ағайындар деп айтуға келмейді әрине, бірақ Қытайлармен жұмыс істейін деп жатырмыз. Енді Қытайда да білесіздер, қазіргі кезде авто нарық қалай дамып жатқанын, автозауыттар қалай дамып жатқанын. Енді сол біз өзіміз бүйтіп санасақ 100 шақты зауыт бар екен. Солардың ішінен неге Қазақстанға ең мықты деген көліктерді алып келмеске деген ой келген. Сол ойдың арқасында ішінен таңдап жүріп, біз мақтанып тұрып айта аламын, Қазақстанға жап-жаңа, Қазақстан ел көрмеген брендті алып келдік. Біз толыққанды сол көліктің, сол брендтің дистрибьюторлық құқығын сатып алдық. Қазақстан нарығына Хуанхай атты автокөлікті алып келдік. Дәл қазіргі сәтте седандар жоқ, кроссоверлар жоқ, бірақ біз пикабын алып келдік. Енді Хуанхай көлігін көшелерден көретін болсаңыздар, бізді көргендей боласыздар. Сол себепті енді не көлік екен, бұлар кімдер деп тұрған шығарсыздар. Кеттік, бастаймыз. Уақытша сақтау қоймасындамыз. Құжаттарын толық алғанша біз мына осындай жерге келеді. Барлығы Корея болсын, қай жақ болсын, келіп жатқан машиналардың барлығы бірінші қандай қалада жүрмес бұрын осындай жерге келіп тұрақтайды. Ереке? Аллаға шүкір, әне тұр. Сен көре бер. Көріңіздер ме? Қытайдан қатты жұмысы жүріп жатыр негізі. Жақта біраз чаңнамдар тұр мына. Бұлардың барлығы Қытайдан келген көліктер. Құдайым-ау. Енді біздің көлікті көруге дайын болсаңыздар деп, көліктерді көруге дайын болсаңыздар деп көрсетейін десем, біреуі қардың астында қалған екен. Қабат деген ай деп, мынау міне біздің машина қардың астында қалған екен. Аккумуляторда отырып қалған шығар, бірақ енді көлемі қатты үлкен. Ар жағындағы Subaru'ды қараңыздар, вообще көрінбей тұр. Паджероға кішкентай Паджеро мынандай. Мынау үлкен енді. Әңгіме шоқ үлкен ғой. Сендер мәссіға. Мына механика, құдай қаласа, автоматтары келеді. Автохолд бар. Қандай әдемі. Ең жақсы көретін. Сізге автохолд ұнай ма? Өте ұнайды. Қолданасыз ба? Қолданасыз. Бағдаршамда светофорда тұрған кезде ма? Өте жақсы. Жоқ, жалпы дизайны, ішкі интерьері өте әдемі. Маған ұнайды. Мына жағы енді Алла қаласа дисплей қылып өзгерсе, 23 жылдан бастап, оны біз зауытқа айта аламыз, себебі біз дистрибьюторымыз ғой. Бізге дисплей керек деп, Әрине. Қараңыз, көтен жылдатындар бар, көтен салқындататындар бар. Көтен деген бір түрлі естіледі екен. Мына қараңыздар. 8 көзді жылытқыш, мына кондиционер. Артқы терезені жылтатын, в общем, керек функциялардың барлығы бар ғой, мына Bluetooth бар, встроенный. Мына Bluetooth, радио барлығы. Музыка қойып тұрса, истрат, радио. Мына Android. Көрдіңіздер ме? Қытайдан келгені көрініп тұр. Салонын қара, жұмсақ. Материалдар жұмсақ екен, Өте жұмсақ. Мен өзіміздің алып, өзіміздің құжаттарын барлығын толтырып, не істеген көлігімізді өзім міне енді көріп тұрмын. Өткенде кеденнен границадан алып келдік. Ереке? Әрине. Құдай қаласа, енді көптеп бұл көліктер келетін болады. Сіздер түсін, қандай түсте қалайтындарыңызды, сосын автомат және механика қалайтындарыңызды барлығын өздеріңіз айта аласыздар. Енді өзінің бағасына сапасы деген енді дерскі ғой, Құдай қаласа. Бұдан кейін Яндекс шақырып әуре болмайсыздар, Құдай қаласа. Кез келген тауарларыңызды артына 500 литр, дұрыс па? 500 литр. Тиеп алып өздері алып кете береді, короче. Қазір мен артына отырайын. Мына Хуанхай. Бұл N7 деген моделі Хуанхайдың ең мықты, ең жоғарғы несі ғой. Хуанхай деген жалпы біздің зауыт. Ол Қытайдағы осындай жол талғамайтын көліктер шығарудағы номері бірінші компания. Артыда кең екен, мен бойым ұзын, бірақ спокойно отырмын. 180 адам мен спокойно артқа жылжып тұр ғой, алдыңғы адамға ыңғайлы болу үшін. Соның өзінде мен оп-оңай отырмын ғой, короче. Керемет. Мен қатты қуанып тұрмын. Міне
байыса қазақ байысын, жүрсе қазақтардың кәсібі жүрсін деп қолдап, дәл осы жерде достарыңызға таратып, міне осындай көліктер Қазақстанға кіріп жатыр екен. Осы көліктер Құдай қаласа сатылымда болады екен деп жіберсеңіздер болады. Қанша уақыт бойы құжаттармен жүгірдік, келісім шарттар жүрді. Бірақ өзіміз Қытайға бармай, сол жақтағы ағаларымызға сеніп, қазақ ағаларымызға сеніп, олар таңдаған көлікке біз құжаттардың барлығын жіберіп, болды осы көлікті Қазақстанда сату құқығын алайық деп алып, енді міне кәсібімізді дөңгелетейін деп отыр. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare. Міне осы көліктер біздікі, қараңыздар қандай кайф, қандай кайф. Міне әріптестермен таныстырайын. Ассалаумағалейкум. Дос. Әріптесім? Міне және де бізде тағы да серіктес әріптес. Разница бар ма? Серіктес. Мақұл, серіктес. Сәкелер, өңгізім. Міне енді біз осы үшеуміз және де тағы да бір бүгін түсе алмай қалды. Төртінші біздің серіктесіміз бар, бірігіп, Алла қаласа бір үлкен компания аштық. Айтып беріңіз, Нұрекен, барлықтарыңыз танисыздар, анау утиль сбор үшін Қазақстанда күресіп жүрген ең алдыңғы қатарлы азаматтардың бірі. Негізінен бұл жерде жасап жатқан, бастап жатқан тірлік бұл тек қана Хуанхай ғана автокөліктер емес, жалпы Қазаққа, Қазақстанға, жергілікті тұрғындардың барлығына тиесілі қолжетімді автокөліктермен қамтамасыз етсек деген мақсат негізі компания құрғандағы. Және ешқандай мемлекеттік көмексіз, ешқандай қазынаның ақшасын жымқырмай-ақ қазақ кәсіп жасай алатынын көрсету негізгі кіргендегі бұл салаға мақсат. Соны енді бісміллә деп басын бастап көріп жатырмыз. Енді әуелі көш жүректі үзілетейді, әуелі бастап көрейік, осын әрі қарай нәтижесін істеп маған түсіндіріп жатқан. Ой, короче, бастадық, Алла қаласа нәтижесін өздеріңіз бересіздер. Ерекемен таныстыра кетейік. Міне Қытайға бірден бір көпір болып, бізге осы жолды ашып берген осы Ерекең, Талдыларыңыз әкеп қойдық, талдау сіздерден, қызмет етеу бізден. Құдай қаласа қолдаңыздар. Қазақтардың өзі жұмыс жасай алатынын испаттаймыз, Алла бұйырса. Сол үшін берекет Алладан, жұмыс бізден, қолдап қаттау сіздерден. Дамыса осылар дамысын, байыса осылар байысын деп, Нұреке, Енді біз андай адалынан, прям барлығы ашығынан, границада қалай, кеденде қалай болғанын, қалай келгенін барлығын шынайы түрде айтатын боламыз, қанша қосып жатқанымызды, біздің еңбек өте ақымыз қанша деген секілді. Бұл таза зауыттан шыққан көлік міне. Зауыттан алып, бізге дилерлік құқықты документті беріп, сатыңдар, жұмыс істеңдер деп беріп отырған көліктер қандай әдемі, Ё-май, мына көлікті көрген кезде, бірінші фотодан көрген кезде мен өзім бірден жасайым дедім. Давай, стик деп, алып келейік деп, Енді ақшамыздың барлығын, бүкіл уақытымыздың барлығын, еңбегіміздің барлығын осыған арнап жатырмыз. Құдай қаласа. Бұйыртса енді жемісін мініп көресіздер. Сөйтіп айтайық, енді қысқартқанда мәселе сол. Бағалай жатасыздар, мініп, сапасы. Енді ұялмай айтатын бір нәрсе ақысына татитын дүние деп ойлаймыз. Цена качество дейді ғой орыстар. Сапасы ақысына 100% татитын көліктер. Короче, енді Қытаймен байланысты кез келген жұмыстар деп отырмыз ғой. Көлік болсын, мотоцикл болсын, және де одан бөлек біз басқа да брендтердің қазір модельдерін қарап жатырмыз. Мына пикаптан осыны таңдаған болсақ, неге бұны таңдадық? Себебі біз Қытайда қазақ ағаларымыз бар. Солар айтты, Қытайдың ішінде нарықта мынау поляға мінетін, жалпы сыртқа мінетін ең мықты пикап осы деді. Мынау Chevrolet Silverado деген американдық пикаптың баламасы, көшірмесі. Қытайлар білесіздер ғой, өздері әр нәрседен, әр машинадан алып өздері құрастырады. Бұның моторы ненікі, Mitsubishi-дікі 2.4. Ашып беріңізші капотты. Қысқаша обзор көрсетіп жіберейін әшейін былайынан. Экспресс обзор. Міне. Мынау, короче, арты біздің көліктің. Көлемі үлкен, короче, размері. Мен білесіздер ғой, американдық үлкен көліктер. Хуанхай деп аталады. Біздің брендтің аты N7, міне 4-ті подключаемый полный привод дейді ғой. 4-еуінде қосуға болады, 2-еуімен жүруге болады. Міне арты, артына жарты тонна сияды. Мынау арты міне. Спокойно кеңінен отырады адамдар. Бұл экспресс обзор болып жатыр біздің көлікке. Мынау алды міне, мына дисплейді қараңыздаршы, Bluetooth, кәдімгі Wi-Fi барлығы ішінде. Мына жерді қараңдаршы, қандай әдемі. Бұл біздің кәсіп деп біз смело айта аламыз. Короче, Алла қаласа планда міне осыларды сатып
Міне моторы қараңыздар. 2.4 көрдіңіздер ма? Mitsubishi-нікі. Mitsubishi мен Хуанхай бірігіп шығарма, бұл Mitsubishi-ден сатып алсаған ғой. Оны айттым. Оны алып қалатын міне. Бұның көлемі 2.4. Автоматы да, механикасы да барлығы. Мына коробкасыз жалпы техникалық несі. Бұл Mitsubishi-ден алынған. Яғни японец деп айтуға келеді, просто Қытайда құрастырылған деген сияқты андай Қытайдың зауытында деп. Сол короче, енді берекесін берсін. Қараңыздар қандай әдемі. Қандай әдемі, бұлай болады деп бірден осындай не ашамыз деп ойлаған жоқпыз. Алла қаласа, біз қазіргі таңда ғимарат іздеп жүрміз. Сол ғимаратты тапсақ, сол жаққа мына неміз ашып, автосалон ашып, және осы көліктердің барлығын андай қамтамасыз ететін, бүкіл егер бұзылып қалса жөндейтін сервис ашсақ, одан кейін детейлинг ашсақ, жалпы пландарымыз көп, В общем, не план бар тағы да, Нұреке, айтыңызшы бізде. Көп. Айтатын бүкіл планның бәрін, жоспардың бәрін айтып қойдым. Айттың ба? Жай мен Жай. Жарты жыл кемінде алдыға жүгіріп кеттім ғой. Енді бұйыртса ар жағын көріп жатамыз. Қазір бірінші мынаны жүзеге асып, орысша айтқанда реализовать етейік осы жоспарларды. Сосын ары қарай саты кезең-кезеңмен біраз жоспар құрғанбыз. Оны жүзеге асырамыз деген ой бар. Смело, енді берекесін берсін. Ары қарай қалай келгенін көрсетейік сіздерге, и жалпы қандай қиындықтарға тап болғанымызды қазір көрсететін боламыз. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы будем делать все, пока ты плачешь на полставки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. 我在学校外面干的都是你不敢想的，上课2分钟我接个下茬堵了你的嗓子，我的作业从来不犯，全他妈是2分。 Кедендік рәсімдеу отырмыз міне. Бұл жерде кедендік рәсімдеу жаңағы НДС, ПНДС осы жерде төленеді. Нұрекені танисыздар ғой, өтел сборы үшін күресіп жүрген Қазақстандағы нөмір 1 азаматтардың бірі. Енді қазір біз енді өзіміз кәсіп бастап жатқаннан кейін не үшін кедендік рәсімдеу қатты қымбат екенін толыққанды айтып беретін болады. Бізге машиналарымыз не үшін қымбат шығып тұр айтыңызшы, көрермендерге мысалы ертең алатын болса өзінің бағасынан, зауыттағы бағасынан сәл қымбатырақ болып тұр. Сол не себепті екенін сәл емес, енді почти 1-ге 1 ғой. Короче, 1-ге 1, иә, почти 1-ге 1 не қылады. Мысалы сіз 8 миллионға көлік алсаңыз, теңгемен мысалы, ең былай Қытайдан болсын, Кореядан болсын, 8 миллионға көлік алсаңыз, мың жерге келген кезде оның үстіне шамамен 5,5 миллион теңгедей кетеді ғой. Жаңағы жол құны бар, жаңағы кедендік рәсімдеу бар, утилизациялық алым бар, СБГТ сертификат соответствие көліктің сонысы бар, оның үстіне қосылатын жаңағы эроглонасс бар, ешкімге керек жоқ. Тіпті Ресейдің кейбір аймақтары өздері отказ беріп жатқан осы эроглонасс әлі күнге дейін біздің кедендік одақта рәсімдеу кезіндегі пайдаланатын төлемдегі міндетті құжаттардың бірі. Оны ешкім пайдаланбайды, шынын айтқан кезде, бірақ сонда да сол кнопканы орнату бізде ол $500 сұрайды ол үшін де. Сол секілді қажетсіз бір қатар нелер бар, төлемдер бар. Сондықтан мысалы 8,5 миллионға алған көлік бізде мысалы 6 миллиондай қосылып кетті шамамен, қазір есептеп қарасақ өте тым қымбат. Бұны енді біздің отандық автокөлікті қорғау, отандық автоөндірісті қорғау деген желеумен айтылады. Бірақ шын мәнісіне, шын туайтына келген кезде көптеген көрші елдермен салыстырған кезде біздегі төленетін алым мөлшерлері былай айтқан кезде ойға сыймайтындай дәрежеде қымбат. Сол себепті бізде автокөлік қымбатқа шығады, алып келінген көлік сырттан келген қолдан қымбаттатып отырған процесс осындай болғаннан кейін халық өзіне қол жетімді жақсы көлік мінуіне мүмкіндік берілмейді. Авто өндірушілерге мүмкіндік беру керек, авто дилерлерге, дистрибьюторлердің Қазақстанда көптеп ашылып өзінің тауарын сатуға көбірек мүмкіндік беру керек деп ойлаймын, біздің отандық авто құрастырушылардан бөлек. Сонда кішкене конкуренция болған кезде баға түседі. Қараңыздар, бұл андай ғой, біз жай бөлек біреулердің алып келіп жатқанын көріп, немесе біреулер қиналып жатқанын көріп емес, өзіміздің басымыздан өтіп жатқаннан кейін өзіміз соны көріп, мынау қолымызбен ұстап, ақшаны беріп жатқаннан кейін, төлеп жатқаннан кейінгі шығып тұрған қорытынды ғой, осындай міне. Дәл өзі. Бұның бәрін бастан өткергеннен кейін жаңағы
табан ақы маңдай термен тапқан ақшамызды қиып мемлекетке төлеп жатқаннан кейін енді кейбір жағдайда бұрын енді утилсбор жаңағы жекеге төледік деген секілді. Эроглонаста қазір жеке нелердің бизнесі, СБКТС сертификатта то же самое. Сол себепті осындай қажетсіз жеке қалтаға кететін дүниелерді азайту керек. Бізде мысалы утилизациялық алымды 50%-ға түсіргенмен өкімет кедендік рәсімдеу құнын көтеріп жіберді соншалықты мөлшерге. Сондықтан бұл өте үлкен проблема. Енді бұнымен қайтадан айналысу керек, қоғам болып, басқа болып, себебі қалай болғанда да халыққа қол жетімді көлік мінгізбеудің әрекет жасап отыр қазіргі билік. Сол себепті бұны реттеу керек деп ойлаймын. Өзіне бірге-бір көліктің үстінен бірге-бір қосылып жатқанын ойлаңыздаршы, қалай жүрегіңіз ауырып. Міне Ерекең отыр артында. Ереке, әні. Түскен нәрсем пустой. Жүрегі ауырып кетті, алдында масқара. Сонда кеденге осынша береміз ба деп бірінші Ерекең шошып кетті. Зауыттағылар да сөйтіп жатыр. Зауыттағылар өзінше көкірегін керіп жатыр, Қытайдағылар. Біз сендерге арзан көлік бердік қой деп, арзанға беріп тұрмыз ғой сендерге деп. Бірақ олар қайдан білсін, ең соңғы потребительге, яғни конечный потребитель дейді ғой, соңғы тұтынушы адамға ол 2 есе бағасымен қымбат келетінін, олар біздің қолымызда емес қымбат келетін зауыт түсінбей тұр ғой мысалы. Біздің тойымсыздығымыздың кесірінен емес негізі. Енді оның сыртында да Қазақстанда пикап мәдениетін қалыптастыру мәдениеті жоқ деп айтады. Міне қараңыздар, Chevrolet Silverado тұр. Дәл осы Silveradoның біздікі қытайлық версиясы ғой. Көлемін қараңыздаршы, анау 300-дан қандай үлкен болып тұр. Дәл сол, прям размерлері прям сол. Один в один. Бірге-бір. Жүрісі де сол. Мен Америкада айдадым Silveradоны. Неге бұл пикап ұнап қалды, алам деп отырмын. Мынан Silverado бізде ана күйінші алып келсең, примерно 40 миллион үстіне 50 миллионға жуық тұрады. Мынау енді 3,5 есе арзан, бірақ тура соның кайфын беретін машина да, сондықтан. Бірақ бұның қараңыздар, бір несі, моторы 2.4 қой. 2.5 турбина. 2.4 турбина. 2.4 турбина. Енді Алла қаласа уақыт жылдар көрсетеді. 2 жылдан кейін, 4 жылдан кейін көретін боламыз. Бірақ біз сапасына өзіміз... Сапасы, былай айтқан кезде, бізде Қазақстан нарығында сатылып жатқан қытайлық пикаптар бар ғой енді. Атын атап түстей берейік, несін қорқамыз. Жак бар, тағы да Жактың пикабы бар. Фатон бар, жаңағы Тунланд дейді, тағы басқа дейді. Тағы да басқа жаңағы Бистерн бар, Жакты айттым. Сосын Фафткі бар, не болатын. Солардың пикаптарына қараған кезде өлсе өлімтік артық. Короче, кайф қой, әлде қайда жақсы. Сондықтан смело не болуға болады. Мініп, біраз уақыт ешқандай нәрсені қиындық көрмей мініп кете беруге болады. Осын енді бұған дейін енді соңғы 2 жыл бойы Қазақстанда жалпы купе міну мәдениетін қалыптастырды ғой. Қазақ тілді ортада, қазақтарда да купе машина міне алады деген секілді. Енді пикап мінетіндердің мәдениетін қалыптастырғымыз келеді. Жаңа Ерекең айтып қалды ғой. Сол себептен де бұйыртса мініп көреміз. Таза ауаға шығып, природаға шығып, тауға шығып, демалу қатты трендке айналып бара жатыр. Джиптармен, нелермен, анау неше түрлі клубтармен барып, одан кейін неше түрлі андай турға алып баратын адамдарға ақша төлеп сөйтіп барып жатқан адамдар бір шамада қазір күшті қалыптасып жатыр. Сол жаққа сіздер өздеріңіздің көліктеріңізбен өздеріңіз шығып кете аласыздар ғой деген мақсатпен, демалыс кезінде таза ауада, тауда өткізсеңіздерші деген мақсатпен пикап өте күшті қолайлы көлік бола алады. Оның үстіне енді шаруаға қолайлы, кез келген дүниеңді салып кете бересің. Ішінде кең мысалы. Даже мен өзім әлі квартирам жоқ Алматыда. Мен өзім квартирантпын. И көшкен кезімде мынау немен қиналып қалатын машиналарменше. Тіпті Escalade болды, Escalade'дің өзімен қиналып қалатын, орындықтан жатқызсам да. Пикаппен енді қалай тасысам да өзім. Смело көшеді. Қандай квартираға көшіп кетсем де анау надандар бар ғой, анау алдында орыстар келді екен деп, Ресей азаматтары келді екен деп, қатты ақшасын көтеріп жүрген. Қалай көтеріп жүрсе де көшіп кететін болсам, емін еркін көше берем деген сияқты ғой. Келесіде обзор күтіңіздер, одан кейін келесіде тағы да қандай жұмыстармен айналысып жатырмыз, солардың барлығын сіздерге жік-жігімен таныстыратын боламыз, иә? Сол үшін бізге сәттілік тілеп, кәні Нұреке, Ереке? Ерекең қайда? Міне, осы жігіттер Құдай қаласа автонарықта жаңалықтар енгізетін болады, иә? Бұйыртса.